Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Салтанат. Бүгін ұлдарға арналған аяқ киімнің негізгі бетін тоқитын боламыз. Ол үшін бізге бірінші бөлімде өңделіп қойған табан, Ализе Бахар жібі, бұл мақтадан жасалған жіп, крючок 1,70 және қайшы. Тоқымамызды бастайық. Бастамас бұрын міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Ең ортасын табамыз. Біз әрқашанда осылай табатынбыз. Маркермен, не болмаса жіппен осылай белгілеп қоямыз. Енді осыдан бастап санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Бұл жерге белгілеп қоямыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Қарсы бетте 12 санаймыз. 1, 2, 3, 4. Мына жерден 1, 2, 3, 4. Осы 4-ді 1, 2, 3, 4. Осы 4-ді біз қазір тоқитын боламыз. Бұл жерге де өстіп белгі салып қойсақ болады. Енді осыдан түсеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 петля астыға түсеміз. Сонда 12-ге дейін 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Егерде мына жерді санамасақ, бөлген 11, 12, 13, 14, 15. Екі орта міне алдыңғы белгілегенмен келесі белгілеген орта аралық 15 көзше, 15 өрім белгілеп, осылай белгілер салып қойыңыздар. Қарсы бетінде тура осылай белгі салып қойдық. Енді мына жерден міне белгілеген жерге емес, оның жанынан бастап санаймыз. 1, 2, 3, 4. Осы 4-шіге күршегімізді енгіземіз. Тоқымамызды бастаймыз. Ол үшін 1, 2, орамсыз 4 баған тоқимыз. Бірінші жаңа көтерген мына көзшелеріміз ол бір баған болып саналады. Но екінші баған көтеріп жатырмыз. Үшінші баған және де төртінші баған. Бір көзше жоғары көтереміз. Керісінше жағын бұрамыз тоқымамызды. Тура міне осы жерге
енгізіп міне біреу екеу үшеу төртеу міне тағы да көтереміз. Осылайынан 4 қатар тоқимыз. Міне бірінші қатар тоқылды, екінші қатар тоқылды. Бұл бізде үшінші қатар тоқылып жатыр. Бұрамыз. Міне 4 қатар көтердік. Енді аламыз. Қиып тастаймыз. Тура солай. Міне белгілеген жердің жанынан аламыз да. Біреу, екеу аламыз. Екінші, үшінші, төртінші. Bir köşe көтереміз. Тура жаңағы тоқығандай біріншіні. 4 көше, 4 өрімнен аласыздар. 4 көше, 4 қатар тоқисыздар. Өкші жағын тоқимыз. Ол үшін 4-еу санаймыз. Біреу, екеу, 4-еу санаймыз. Біреу, екеу, үшеу, 4-еу. Біреу, екеу. Сәл-сәл тартамыз артқысын. Тура жаңағыдай 4 орамсыз баған тоқимыз. Біреу жоғары қарай көтереміз. Төмен қарай 4-еу санадым. 4 көшеге, міне мына жерде белгілеген жер болған. Белгілеген жерден төмен қарай санап аламыз. Сол санаған жерден 4-ші деп санады ғой. Сол жерден 4 баған тоқимыз. Bir köşe жоғары көтереміз. 4 баған тоқыдым. Bir köşe жоғары көтереміз. Осылайынан орамсыз бағандар тоқимыз. Бұл жерде 6 қатар тоқимыз. Мен міне екінші қатар тоқып жатырмын. 2 қатар, 3 қатар, 4 қатар,
5 қатар, 6 қатар. Алдыңғы жақта біз 4 қатар тоққанбыз. Енді артқы жағында екеуінде 6 қатар көтереміз жоғары қарай. Міне белгілеген жерден емес, соның жанынан белгілеген жердің жанынан. Біреу бекіту болды, екеу. Бұл бір баған болып саналады. Екінші баған, үшінші баған және төртінші баған. Bir köşe жоғары көтереміз. Тоқымамызды бұрамыз. Осы жерден бұл бізде екінші қатар тоқып жатырмыз. Екі баған. Үш баған. Төртінші баған. Жоғары қарай көтереміз. 6 қатар көтергеннің жоғары қарай. Бұл жерде де жоғары қарай 6 қатар көтереміз. Және қиып тастаймыз. Жалғап, жіп жалғайтын болып отыр. Негізі жіп жалғамай. Ең соңында осы бетті тоқуға болар еді. Біреу. Екеу тоқимыз. Мына екі жіпті де бірге тоқып кететін боламыз. Мен осы жерден екеу жасап тоқайын деп отырмын. Алғашқы бір тесіктен көшелер көтердім, және де осы тесіктен бір баған тоқып жібердім. Теп-тегіс 4-1 шығу үшін бұл бетте. Үшеу. Мына жерде 4-еу. Енді мына екі ортаға санаймыз. Неше көше еді? 13 көше. Бір көше теру керек біз. Ол үшін біз мына екі ара қашықтықта көшелерді санаймыз. Екі аралық тоқыдық. Енді тағы да көше осылай аралыққа, мына екі аралыққа көше тоқимыз. Ол үшін мына жерді санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 емес, бір көше сегізді оқыдық. Бұлай әкелеміз. Осылайынан қосамыз.
Орамсыз баған арқылы қосамыз. Екі ортаны да санайсыздар, қанша көзше бар, сонша көзше тоқып қосасыздар. Екі аралықты жаңа санадық қой, қанша көзше бар. Сонша көзше мына жерде көтердік. Мына жерде де дәл сондай қанша екі ортада қанша көзше бар, соны әкеп тоқып, соны қосамыз. Және де тек қана мына арт жағында, өкше жағында баланы аяғынан шығып кетпес үшін сәл қысқарақ болу керек. Мына жерден, бұл жерде 19 болған, біз 18 деп алдық. Әлі де ортада тоқу барысында әлі де қысқартулар болады бұл жерлерде. Енді бір көзше жоғары көтереміз, керісінше тоқитын боламыз. Орамсыз бағандарды әрбір көзшеге бір баған тоқитын боламыз. Айналдыра, мына жерде әр көзшеге бір баған, орамсыз бір баған тоқимыз. Мына жерде әр көзшеге бір баған, мына жерде де әрбір көзшеге бір баған, солай айналдыра тоқып шығамыз. Міне әрбір көзшеге арасында қосқан бір орамсыз баған тоқыдық. Соңына жақындадық. Тоқымымызды бұрдық. Енді міне айналдыра тоқимыз. Осы жерге дейін міне тоқимыз. Не өрі тұрған жерге дейін тоқимыз міне. Содан кейін қысқартулар жасаймыз. Мына бұрыштан бір қысқарту, тура ортадан бір қысқарту, және шеттен бір қысқарту жасаймыз. Қысқартулар жасауды көрсетем. Қалғаны.
Міне келдік, тоқыдық. Енді біреу, оның жанындағыдан тағы да біреу, осы үш күршектегі үшеуін бірге біріктіріп аламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Тура ортасын қосамыз. Тура ортасынан мына жерден бір қысқарту жасаймыз. Алтау, менде міне алтау болды. Жетіншіні қарайық, тағы бір қарайық. Міне жетіншіні және сегізіншіні тоқуымызға болады. Жетінші және сегізіншіні осылай ортадан біреу қысқарттық. Енді ары қарай бұны біз баланың аяғынан түсіп қалмас үшін қысқартып жатырмыз. Арт жағы анатомиялық сәйкестік болсын деп. Мына жерде және тағы бір аламыз. Өстіп қысқарттық. Ары қарай ешқандай өзгеріссіз соңына дейін тоқимыз. Соңғы баған тоқимыз. Жоғары қарай біреу көтереміз. Енді тура осы жерге дейін санаймыз. Бізде неше көзше неше баған болады? Біреу, екеу, үшеу, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 тоқимын. 14 тоқимын. 14 баған тоқимыз. Он төрт баған тоқыдық. Бір көзше жоғары көтереміз. Тоқымамызды бұрамыз. Керісінше жаққа осы 14 бағанды қайта тоқимыз. Соңғы баған бір көзше жоғары көтереміз. Енді 14 емес 13 баған тоқимыз келесі қатарда. Міне. Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау,
7, 8, 9, 10, 11, 12 және 13. Міне 13 баған тоқыдық. Міне біреуін, соңғысын тоқымаймыз. Жоғары қарай көтереміз. Енді керісінше жаққа тағы да осылайнан өзгеріссіз, орамсыз бағандар тоқимыз. Соңына дейін тоқимыз. Жоғары қарай көтереміз бір көзше. Тоқымамызды бұрамыз да 14 тоқыдық, 13-ке дейін қысқарттық. Ендігі келесін 12 баған тоқимыз. Міне соңғы баған. Осы жерден тоқимыз. Міне қарасаңыздар, кертіктер қалады өстіп. Солай қалуы керек. Бір көзше жоғары көтереміз. Не осылай соңына дейін тоқимыз. Соңына келдік. Осындай міне баспалдақ тәріздес 1, 2, 3 шықты. Енді жоғары қарай көтереміз. Бізде бұл осылайнан. Сол жақтан оңға жабылады, мынау оң жақтан солға жабылатын болғандықтан алты қатар тоқыдық. Енді бір 6 қатар жоғары қарай тоқитын боламыз. Бұл жерде ешқандай қысқарту болмайды. Міне осы кертікке келдік қой. Енді ары қарай осы соңына дейін тоқып, жоғары қарай 6 қатар ешқандай өзгеріссіз тоқитын боламыз. Міне. Бұл жерде бұлайнан қалтырмаймыз. Мынау бізде 7-ші қатар болды. Енді бұрамыз. Бұл бізде 8-ші қатар, сөйтіп 12-ші қатарға дейін тоқимыз. Барлығы бізде мына бастаған жерден бастап 1, 2, 3, 4, 5, 6, барлығы бізде 12 қатар тоқылу керек. Барлығы 12 қатар тоқыдым. Міне қиып қойдым. Енді қарсы бетін тоқимын. Ол үшін міне мына аяқталған жер, міне осы жерден жібімізді жоғары көтереміз. Біреу,
Тура осы жерден бирөө алдым. Экөө. Не осылайынан соңына дейін тоқимыз. Бір көзші жоғары көтереміз және де керісінше тоқимыз. Не бері тоқып келеміз. Тура жаңағы мына жақ тоқығандай. Соңғы бір рет тоқымаймыз, қалтырып кетіп. Мысалы, тура міне мына жерде тоқыдық қой. 14 болды, одан кейін 13 болды, одан кейін 12 болды. Осы жерге келем. Мына жерде тоқымаймын, жоғары қарай көтеремін. Осылай соңына дейін тоқимын. Тура жаңағыдай. Соңына дейін тоқимын. Бір көзші жоғары көтерем, керісінше тоқимын. Тек мына жерде бір көзше мына соңғы бағанды тоқымаймыз. Соңғы бағанға жетпей тоқып, кері қарай, жоғары қарай тоқып кетеміз. Міне, бір баспалдақ, екі баспалдақ болды. Тоқымаймыз. Қараңыздар. Енді ары қарай ешқандай өзгеріссіз бұл жерде біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу тоқылды. Алтау, жетеу. Сонымен міне мынау 6-шы қатар тоқимыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу. Қазір қатар дұрыстап санайын. Сіздерге түсінікті болу үшін мына жерде біреу екен, екеу екен, үшеу екен, төртеу, бесеу. Біз 5-ші қатар тоқып жатыр екенбіз. Кешірім өтінем. 5-ші қатар тоқып жатырмыз. Алтау, жетеу. 7-шіден 7-ші қатардан кейін аяқтаймыз. Негізі барлығы мына жерден бастағанда, басынан бастағанда жоғары қарай 7 қатар тоқылу керек бізде. Мына бізде 5-ші қатар орам жасаймыз. Мына бізде 6-шы қатар. Енді келесі
Соңғы қатар 7-ші қатарда. Соңғы қатар 7-ші қатарда. Аяқтаймыз 7-ші қатарды. Міне. Соңына да келіп жеттік. Осымен болдық. Осылайынан шықты. Ендігі біздің жұмысымыз мына басынан бастап түгел айналдыра, мына басына дейін айналдыра орамсыз баған тоқып шығатын боламыз. Міне. Міне жандағыдан бастаймыз. Бір орам жасаймыз және тартып. Әр бір көзшеге осылайынан астындағы жіпті қосып тоқуды ұмытпаймыз. Мына жерде бұрышта бір тесіктен екеу тоқимын, тартылып қалмас үшін. Бұл жердегі де мына жіпті, мына жақты мен уже қалтырып кеттім, керекті жерге дейін тоқыдым. Енді мына жіпті де өстіп тоқымамыздың бойына қойып, осылайынан міне бүкіл жиекті орамсыз бағанмен жиектеп шығамыз. Мына бұрышқа келеміз. Мына бұрышқа келдік, осы жерден алдық. Енді келесі мынау тұр ғой, мынандай. Кертік сол жерге әкелеміз. Ешқандай мына жерден емес, басқа жерден емес, тура осының өзінен. Осылайынан аламыз. Келесі оның тура астында тұр, міне.
сол көшеден аламыз. Одан кейін мына жерден аламыз. Сонда осындай қиғаш болып шығады. Ары қарай ешқандай өзгеріссіз айналдырып орамсыз бағандар тоқимыз. Айналдыра келеміз. Содан кейін мына жерге келем, тура сондай. Осы жерден аламыз. Содан кейін оның жанындағы жоғары көтерілген көшеден аламыз. Одан кейін мына көшеден, одан кейін мына көше, мынау, одан кейін мына жер. Осылайынан тура жаңағыдай алып бұрыштардан бір көзден екі баған тоқимыз. Бұл жерде де солай. Ары қарай ешқандай өзгеріссіз нәуру соңына келіп бекітеміз. Артын тоқимыз солайынан айналдыра. Одан кейін мына ара қашықтарды тоқимыз. Тура осылай айналдыра. Мына ара қашықтарды тоқимыз айналдыра. Айналдыра тоқып шықтым. Орамсыз баған. Мынау шетіне әкеп бекіту жасадым. Бұл жіпті мен енді ине жіпке сабақтап, инеге сабақтап жасыратын боламын. Мына жақтарға немесе мына жерлерге жасырып, жіпті алдындағы көрсеткендей мына астынан екі ұлтарақтың арасына жасырып қоюға болады. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай жасырып қоясыздар бұл жіпті. Міне, жақындап қалдық аяқтауға. Осылайда міне, жаңа айттым ғой, артында солайынан жүреміз. Үсіп мына жіпті жасыра отырып осылай орамсыз айналдыра, міне арт жағын айналдыра орамсыз баған тоқимыз. Кейін міне мына жақтан осы жерден бастап бұл жерде де орамсыз баған айналдыра тоқимыз. Мына жерден айналдыра орамсыз баған тоқимыз. Және де бұл жерде екі қабат орамсыз баған тоқу керек. Екінші орамсыз баған екінші қайта тоқыған кезде мен сіздер көрсем, бұл жерде мына екі бұрышты қысқартатын боламыз, кішірек болу үшін. Осындай болу үшін мына қарама-қарсы жағында солай бір рет өздеріңіз орамсыз баған бір рет айналдырып тоқып қоюларыңызға болады. Бәрін тоқып болғаннан кейін ары қарай жалғастыратын боламыз. Айтқандай барлық мына жанын, артқы жанын, мына орталарды орамсыз бағандармен қоршап шықтық. Енді тағы бір рет орамсыз баған тоқимыз. Осы тек қана екі осы жанына.
әрбір көзшеге орамсыз бағандар тоқимыз. Тек қана мына жерде қараңыздар, бұрылыс. Осы жерден қысқарту жасаймыз. Бір рет алдық, және де тағы бір рет аламыз. Сонда крючогымызда бізді 3 жіп, сол 3 жіптің басын қосамыз. Ары қарай өзгеріссіз тоқимыз. Болды, жіпті ары қарай алып тастайық. Екі аралық ешқандай өзгеріссіз тоқимыз. Тура осы тәсілмен екінші жақ жанында осылай жасайсыздар. Мына жерде бұрылыс, мына жер мен мына жер екі орта, және де енді осы үшеуі біріктіріп аламыз. Енді қалғандарын жанынан, әрқайсының жанынан әр көшеге бір-бірден алып, осылай тоқып аяқтаймыз. Осылай болады. Сонда осылай домалақ, доғал пайда болды. Мына жақ жанында тура солай тоқисыздар. Сонымен аяқтаймыз. Қазір соңына келгенде көрсетем, біріктіру жасаймыз. Енді мына жерге келгенде осылай аламыз да, орамды баған тоқмаймыз. Бірден біріктіру жасаймыз. Ұзынырақ қылып алам, өйткені инеге сабақтаймын. Бер жақтан өткізем, қайтадан керісінше ар жаққа өткізем, ар жақтан тура жанындағы көшеден, не болмаса бағаннан өткіземіз қайтадан. Содан мынандай жіптердің арасынан өткізіп содан кейін барып мына екі ұлтарақтың ортасына өткізіп, мына жақ, бер жақ бетінен шығарып, үстіп қиып алып тастаймыз. Болды. Сонымен тура осы тәсілмен мына ара қашықтықты солайынан тоқимыз. Енді мына көгілдір жіппен осылайынан бекіту жасап,
жектеу жасап шығамыз. Осылайынан мына жағында міне сонда осындай тігіс пайда болады. Осылайынан айналдырып бер жақтан аяқтайтын боламыз. Бас жағы болғандықтан сәл қаттырақ тартып тоқуларыңызға болады. Міне жіпті қаттырақ тартып осылай айналдырып көк жіппен тоқимыз. Осылай әкеп бер жақ бәрін айналдырып тоқып шығамыз. Содан кейін арт жағын артқы жағында айналдыра тоқып шығамыз. Тек мына ортаға тиіспейміз. Одан кейін бізде мынандай алдыңғы сабақта өткенбіз машинка тоқуды. Машинка тоқып және де мынандай жапсыратын липучка дейді, жапсыратын затты тігіп, міне ішкі қабатын міне тұрған ішкі қабатын сыртынан тігеміз де, және сыртында тұратын қабатқа ішінен ине жіппен, арбағаш жіппен, ақ түсті арбағаш жіппен тіктім, көктеп. Осылайынан өздіктеріңізден орнатасыздар, тігіп қоясыздар. Оны енді мен тігіп көрсетпесем де өздеріңіз білесіздер деп ойлаймын. Арбағаш жіппен жай жіңішке ине жіппен тігіп шығасыздар, тігіп бекітіп қоясыздар. Қазіргі біздің жұмысымыз тек айналдыра көгілдірмен тоқу, алдын және артын. Айта кететін, мына алдыңғы жағын бұл жерден үзбейміз. Осылай қарасаңыздар, айналдыра тоқып, осы жерден жібімізді үземіз. Астыңғы жағында осылай айналдыра тоқып кетеміз. Алдыңғы. Содан осы жерге келіп тоқтаймыз, бекітеміз, жіптерімізді жасырамыз. Және де арт жағын, артын тек қана артында астын тоқымаймыз, тек үстіңгі жағын тоқимыз. Осындай ұлдарға арналған аяқ киім шықты. Бұның бәрін ыстық буға ұстағанда әдемі болады, өзінің формасына келеді. Тек қана мына жерде міне қиып алдым, дәлдеп, міне мына жерге дәлдеп, және мына жерге дәлдеп қиып алдым. Енді бұны ине жіппен тігемін. Ақ ине жіппен тігемін. Сіздер тіккен кезде байқап, бірінші біреуін тігіп, соған келтіріп, былайынан. Осылай тігетін боламыз.
машинканы алдыңғы бірінші бөлімде көрсеткенмін. Сол бойынша машинка тоқып, әшекей бұйым ретінде жапсырып қойсаңыздар болады. Мынау формасы осылайынан болып тұр. Ал енді өздеріңіз тіге алады деп ойлаймын. Машинканы да тоқып әдемілеп қойсаңыздар. Бұндай машинка болмаса басқадай бұйым тоқуларыңызға болады, әшекей бұйым. Менімен соңына дейін каналымда болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.